Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қолтықтағы жағымсыз иістен үй жағдайында қалай арылуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолтықтың терлеуі мен ондағы жағымсыз иіс адамның өзіне деген сенімділігін жоғалтады. Одан құтылу үшін қымбат дезодорант пен түрлі иіс сулардың көмегіне жүгініп жатамыз. Бірақ бұл заттар уақытша ғана көмектеседі. Ал егер түбегейлі құтылғыңыз келсе, онда мына кеңесті жүзеге асырып көріңіз. Бірінші, 3-4 түйір марганцовканы 1 стакан қайнатылған жылы сумен араластырыңыз. Осы сумен күніне 3-4 рет қолтығыңызды жуыңыз. Бұл ерітінді қолтықтың терлеуін тоқтатады, жағымсыз иісті жойып, түктерді кетіреді. Емді үзбей 2 апта жүргізіңіз. Екінші, 100 мл жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырыңыз. Осы ерітіндіні қолтығыңыздың айналасына жағасыз. Емді тәулігіне 5 рет қайталаңыз. Ас содасы қолтықтың терлегенін тоқтатады, әрі түктің өсуін тежейді. Үшінші, лимон жағымсыз иіс тудыратын бактерияларды өлтіреді. Одан құтылу үшін 1-2 тамшы лимон шырынын қолтығыңызға жағасыз. Бірнеше минуттан соң дымқыл сүлгімен сүртіңіз. Ал лимон шырыны мен суды араластырып, дезодорант ретінде сеуіп жүрсеңіз де оң нәтижеге қол жеткізесіз. Төртінші, 1 шай қасық ұнтақталған ақжелкенді 1 стакан қайнаған суға салып, 5 минут қайнатыңыз. Салқындаған соң сүзіп алып, қолтығыңызды сүртесіз. Ақжелкеннің құрамындағы антибактерия жағымсыз иіспен күреседі. Бесінші, 5 мл сутегінің асқын тотығын 200 мл суға ертесіз. Оған мақтаны малып алып, мәселе тудырып жатқан аймақты сүртіңіз. Бұл ерітінді қолтықтағы көзге көрінбейтін, бірақ терлетіп жағымсыз иісті тудыратын бактерияны өлтіреді. Теріні құрғатады, әрі жағымсыз иісті жояды. Алтыншы, 1 литр суға 3 ас қасық алма сірке суын араластырыңыз. Душтан шыққан соң осы ерітіндімен қолтығыңызды сүртіңіз. Құрғағанша күтесіз. Содан соң киімдеріңізді киіп ұйқыға жатыңыз. Егер сірке судың иісі жағымсыз болса, онда аздап эфир майын қосуға болады. Жетінші, өте қарапайым әрі қолжетімді емнің тағы бір түрі балалар сабыны. Күніне 2 рет қарама-қайшы душ қабылдаңыз. Сол кезде қолтығыңыздың айналасына балалар сабынын жағасыз. Қарама-қарсы душ пен сабын қолтықтағы барлық жайсыз мәселені шешеді. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.